Barchаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы уақытқа дейін мені қолдап, менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Мен сіздерге бүгін дәл осындай ерекше дастарханның көркін ашатын шарик салаттарын үйрететін боламын. Ол үшін менімен видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ең алдымен бізге қызылша керек болады: сәбіз, картоп, жұмыртқа, тауықтың филесі, сиыр, аскөк және майонез қажет болады. Алдымен тауығымыздың етін және жұмыртқа, картоп, қызылша, сәбіздерімізді пісіріп алатын боламыз. Тауықтың етін ыдысқа салып, кішкене тұз салып, газға қоямыз қайнатуға. Енді картопымызды, сәбізімізді және жұмыртқаларымызды салып, толтырып су құйып аламыз. Кішкене тұз салып, қайнатуға газға қоямыз. Мен 1 шай қасық тұз салдым. Ал енді қызылшамызды бөлек ыдыста саламыз. Толтырып су құйып, жарты шай қасық тұз салып, газға пісіруге қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай барлығын газға қойып алдық. Қайнап шықты бізде. Кішкене қайнатып пісіріп алғаннан кейін суытып, сырттарын тазалап аламыз. Біздің жемістеріміз де дайын болды, барлығын тазалап алдық. Енді ең алдымен тауықтың етін ұсақтап, майдалап, кубик етіп турап аламыз. Дәл осылай майда болғаны жақсы. Енді таза ыдысымызға саламыз. Сиырымызды өткіштен өткізіп аламыз. Өткішіміздің майда тісінен өткізгеніміз жақсы. Ал сиырды да дайындап алдық. Тауықтың үстінен саламыз. Жұмыртқаларымызды да өткіштің майда тісінен өткізіп аламыз. Дайындап алған жұмыртқаларымызды сиырдың үстінен саламыз. Ал енді картоптарымызды да өткішіміздің майда тісінен өткіземіз. Салатымыздың негізін дайындап алдық. Ал енді сәбіз және қызылшамызды шығарып аламыз. Бұл біздің салатымыздың сыртына қолданылады. Өткіштен өткізілген сәбіздерімізді бөлек бір ыдысқа саламыз. Енді қызылшаларымызды да өткіштен өткізіп аламыз. Қызылша да біздің салатымыздың сыртқы жағына қолданылады. Қызылшаны да бөлек ыдысқа салдым. Енді аскөгімізді майдалап турап алатын боламыз. Аскөкті де салаттың сыртқы жағына қолданамыз. Ал енді салатымыздың негізін жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұз салдым және араластырып алдым. Араластырып дайындап алғаннан кейін майонез салып, қайтадан жақсылап барлық жеріне тигізіп араластыратын боламыз. Мен алдымен майонез салмай араластырғанымның себебі барлық массаларымыз бірдей болып араласып кетсін дедім. Ал енді салаттарымызға форма беріп шығамыз. Дәл осылай қасықтың көмегімен алып, домалақтап, дөңгелетіп, шариктер жасап алатын боламыз. Біздің шариктеріміз жұмыртқадан сәл кішкентайлау болады. Шариктерімізді жасап дайындап та алдық. Енді сыртқы жағына қызылшаларымызды жабыстырып, әдемілеп, дөңгелетіп, шариктерімізді жасап аламыз. Мен алдын ала дөңгелетіп дайындап алған шариктерімді 3 бөлікке бөлдім. Өткені қызылшаға, сәбізге және аскөкке аунатып алатын боламын. Дайындап алған шариктерімді қызылшаға аунатып алғаннан кейін енді сәбізге дәл осылай аунатып алатын боламыз. Дәл осындай дүп-домалақ әдемі формаға келеді. Достар, менің каналымда тағамдар, десерттер, торттар, салаттардың түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар.
Қалған дөңгелектерімізді аскөгімізге дәл осылай дөңгелетіп аламыз. Дайындап алған шарик салаттарымызды енді ыдысымызға жайғастырып шығамыз. Таза ыдысымызға шарик салаттарымызды жайғастырып аламыз. Қызылша салатымызды қойып аламыз және шеттерінен дәл осылай сәбіз салаттарымызды қойып шығамыз. Гүл сияқты болады. Ал енді қызылша және аскөктерді бірінен кейін бірін қойып әдемілеп жайғастырып шығамыз. Достар, бұл салаттарымызды өзіңіздің фантазияңызға байланысты өздеріңіз қалағандай безендіре аласыздар. Және бұл салаттарымызды мерекелік дастархандарға, жаңа жыл мейрамдарында жасасаңыздар өте керемет болады. Дастарханның көркін ашатын және дәмдері де ерекше, аузыңызда қалатын ерекше салат болады. Барлығына бірдей ұнайтын керемет салат болады. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз және қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сонда менің видеоларымда біріншілерден болып көретін боласыздар. Достар, сіздерге салатымыздың ішін көрсетейін дедім. Дәл осындай сочный, өте дәмді салат болады. Міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз маған өте маңызды. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ал сіздерге сәттілік, достар.